Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Қазақша контентті қолдап, оның дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, оны таратып жіберсеңіздер болады. Бүгін сіздердің назарларыңызға ұйқы туралы тақырыпты ұсынбақшымыз. Адам баласы қандай позада ұйықтағаны ол үшін пайдалы. Пайғамбарлар падишасы Мұхаммед Мұстафаның Алланың сәлемі мен игілігі жаусын өсиетіне сай, мұсылман адам ұйықтағанда оң қырымен жатады. Ғалымдар адам осылай жатқанда оның ағзасына пайдалы болатынын анықтаған. Нақтырақ айтқанда, адам оң бүйірмен жататын болса, оның миы күні бойы жиналған улы заттардан тазарады. Яғни, осылай ұйықтаған адам миының улы заттардан тазару тиімділігі 10 есе артады. Сондай-ақ, глифматикалық жүйесі мидың қан тамырларының айналасында шоғырлаған түтікшелер кешені белсенді жұмыс істейтін болады. ақш-та жарық көретін The Journal of Neuroscience басылымында америкалық ғалымдар жазғандай, адам миының улы заттардан тазару қарқыны оның қалай жататынына тікелей байланысты. Ғалымдар тәжірибе жүргізіп, магниттік резонанстық томографияның көмегімен 3 қалыпта, атап айтқанда шалқасынан, қырынан және етпетінен жатқанда адамның глифматикалық жүйесінде арқа миы сұйықтығының қалай айналатынын қадағалаған. Осынау тәжірибені жүргізгендердің бірі Елена Венефисте зерттеу нәтижесі туралы былай дейді. Анализ көрсеткендей, бір қырынан жатқанда ғана глифматикалық жүйедегі сұйықтық айналымы әлде қайда жақсы көрсеткішке ие болды. Бұл жаңалық өз кезегінде ақыл кемістігі, Альцгеймер секілді ауруларды алдын алуда қолданылатын болады. Дәрігерлер де оң жақпен жатуға кеңес береді. Ол артерияның қан қысымын түсіріп, жүрек соғысының жиілігін төмендетеді. Бұл әсіресе жүрек аурулары барларға маңызды. Сол жақпен жатқанда жүрекке салмақ түседі, ал оң жақпен жатқанда адам жақсы ұйықтайды дейді кардиологтар. Сол жақпен жату жүректің қалыпты жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Себебі жүрек сол жаққа ығыса орналасқан. Оң жақпен жатқанда жүрек толық тыныштықта болады. Ұйқыңыздың сергек болуы да соның нәтижесінде. Ал бұл тұжырымдаманы осыдан 1400 жыл бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Алла елшісі алдымен оң жақ қыры мен қолын оң бетіне қойып ұйықтайтын болған. Одан кейін барып, біраз уақыттан кейін сол жаққа немесе шалқайып жату қалыбына ауысуға болады. Ұйқыға жатқанда ең алдымен оң жақ қырымен ұйықтау сүннет болып табылады. Бұл сүннетті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үлгілі үмбеті өзінің күнделікті әрекетіне айналдырғаны қашан? Енді ғалым айтты деп өзгелер де бұл сүннетті жаңғыртатын болды. Хуфейза радиаллаху анху пайғамбарымыз ұйқыға жатқанда қолын жастанып, «Уа Алла тағалам, сенің атыңмен көз жұмып, сенің атыңмен қайта тірілемін» деп дұға жасайтын деген. Бұхари Дағауат 7. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оң жақпен жататын және өзгелерге оң жақпен жатуды насихаттайтын. Ол ұйқыға жатқанда оң жағына бүйіріне жатып былай дейтін: «Я Алла, өз нәпсімді саған бойын сұндырдым және ісімді өзіңе тапсырдым, әрі жүзімді саған қараттым және саған үміт еттім, әрі азабыңнан қорқып саған арқа сүйедім. Сенен қашып өзгеден пана табу мүмкін емес, тек саған қашып өзіңнен ғана пана тілеймін». Дәрігерлер және психоаналитик Самуэль Данкельдің «Ұйықтау қалыптары. Дененің түнгі тілі» деген кітабы бар. Сол кітабында ғылыми қызықты деректер келтіреді. Адам түнгі ұйқы кезінде 25-тен 30-ға дейін ұйықтау қалыбын өзгертеді. Егер ол ауру немесе стресстік күйде болса, онда 100-ге дейін жетуі мүмкін. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, адам 10 немесе одан көп қалыпта ұйықтайды. Бірақ көбісі бір-біріне ұқсайды. Самуэль Данкель барлық ұйықтау қалыбын альфа және омега деп екіге бөледі.
Бастапқы немесе альфа қалып біздің ұйқыға жатқан кезіміздегі қалыбымыз. Негізгі немесе омега қалып өзімізге ыңғайлы ұйықтап жатқанда ұйқыдан тұрған кездегі қалпымыз. Доктор Самуэль 4 негізгі базалық омега қалыпты бөліп қарастырады. Біріншісі шарана секілді жату, екіншісі етбетімен жату, үшіншісі арқасымен жату және төртіншісі жартылай шарана секілді жату. Етбетімен жату дінімізде құпталмайды, себебі Әбу Дәуд жеткізген хадисте Ибн Хайс әл-Хаффани сәресі уақытынан кейін мешітке етбетімен жаттым. Бір кісі аяғымнан түртіп былай деді: "Бұлай жату Алланың ашуын тудырады." Мен бұрылып қарасам пайғамбарымыз екен. Яғни етбетімен жатқан онша адам денсаулығына пайдасын келтірмейді. Жартылай шарана ұқсап жату. Міне пайғамбарымызға сүннеті бойынша жату да осы қалыпқа сәйкес келеді. 1909 жылы Борис Сиднейдің Гарвардта жасаған зерттеу нәтижесі көрсеткендей, оңақайлар оң жағымен, солақайлар сол жағымен жататыны белгілі болған. Доктор Самуэль дәл осылай жатудың ерекшеліктерін ерекше жазып кетеді. Бұлай жатудың ұйықтаушыға физикалық жағынан ыңғайлы ерекшеліктері. Бұл қалыпта тізеп аздап бүгіледі, дене жылуды жақсы сақтайды, сондай-ақ дене маңынан ауа еркін алмасады. Дененің ортасы әрі ең маңызды мүшесі жүрек жақсы қорғалады. Ұйықтап жатқанда адам еркін қозғалады. Дененің қалыпты күйін бұзбай, бір қырына екінші қараны оңай ауыса алады. Басқа қалыптарда қозғалыс кезінде денеге ауырлық түседі. Бұл қалыптың физикалық ыңғайлығы адамның қоршаған ортаға оңай бейімделе алатынын көрсетеді. Осы қалыпты таңдайтындар, яғни оң жағымен сәл бүк түсіп жататындар, әдетте сенімді және салмақты болып келеді. Олардың психикасы да бір қалыпты деп қорытындылайды ғалымдар. Ал қадірліменді YouTube көрермен, адам баласы үшін ұйқы ең маңызды факторлардың бірі болып табылады. Оны барлығы біледі. Неге адамдар ұйқыңыз тыныш болсын деп тілеп жатады? Себебі ұйқының тыныштығына көптеген нәрсе байланысты. Ең алдымен ол денсаулықтағы болатын өзгерістер осы ұйқыға тікелей байланысты болып келеді. Көп жағдайда адамдар ұйқысыздыққа да ұшырап жатады. Бұл әрине басқа бір тема. Оны алдағы уақытта осы теманы қозғайтын боламыз. Осы жайында видео түсіретін боламыз, ұйқысыздық жайында. Ал бүгін сіздерге қандай позада ұйықтау адам денсаулығына өте пайдалы екені айтылды. Бұл әрине оң жақ қырымен жату, не болмаса жартылай шарана күйінде оң жақ қырымен жату адам денсаулығы үшін өте пайдалы позалар болып табылады. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күте біліңіздер.